Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен барлығы жақсы көретін, сүйіп жейтін оливье салатын жасайтын боламыз. Басқа да шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар. Біздің салатымызға керекті заттар: картоп, сәбіз, тұздалған қияр, жұмыртқа, жасыл бұршақ және де колбаса. Ең алдымен барлық картопымызды өзімізге керекті формада турап аламыз. Картопымызды, сәбізімізді және де жұмыртқамызды алдын ала пісіріп аламыз. Картопымыз бен сәбізімізді тұздалған суда пісірген абзал. Туралған картопымызды тереңдеу ыдысқа саламыз. Барлық картопымызды турап болғаннан кейін артынша дәл осылай сәбізімізді, жұмыртқамызды, тұздалған қиярымызды және де колбасамызды турап аламыз. Туралатын заттарымыздың барлығын турап болдық. Енді үстіне жасыл бұршағымызды саламыз. Енді үстіне майонез саламыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Майонездің көлемі әр адамның өз қалауы бойынша қосылады. Салатымызға тұз қоспаймын, себебі тұздалған қияр ішіне көптеу салынды. Біздің салатымыз дайын. Өзімізге керекті ыдысқа салып, дастарханымызға ұсынамыз. Рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып қойыңыздар. Ас болсын!